Ал кетті. Ал сәлеметсіз бе, Нұрбол аға, сәлеметсіз бе? Үміткүл апай, Саламатсыз ба? Наша Сагдат Мадиевна, айфон ұтқан кісі, осы кісі 1300 евро бүгін менің адвокашыме түсті. Бұл кісі өзінің адвокашымен қолдана алмағаннан кейін қазір адвокашпен көрсетеміз. Мына кісі Нұрбол. Қай жақтансыз, Нұрбол? Мен Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан Сіз не ұттыңыз? боламын. Мен MacBook ұттым. 1700 евроның несі подаркасы. Құттықтаймын. Ақшаңыз келді, я? Рахмет. Енді ақшасы менің адвокатымда тоже адвокат жоқ болғандықтан мен өз номерімді көрсетіп екеуміз бірге письмосын жазғанбыз. Сонымен енді қашан түседі деп жүргенбіз ғой, қайта бір-бірімізге жазып. Ол кісіге мен айтам, почтаңызды көріңізші деп. Ол кісі менен сұрайды, жоқ қой деп. Құттықтаймын сіздердің ұтыстарыңызбен. Көрдіңіздер, компания реально жұмыс істеп жатыр. Реально айтқанын орындап, ақшалай сұрағаннан кейін ақшалай берді. Әйтпесе ол компания маған айтқан. Сізді алғызып, мен сізге өзіммен звондадым ғой сізге. Сізді алғызып, жол расходын төлеп, сіздерді екеулеріңізді ресторанға апаруым керек болатын. Тура сол MacBook'ты осы жақтан маған айтты, осы жақтан бағаларын біл, iPhone 13 Pro 512 мегабайт бағаларын біл, мен ақшалар бәрін адвокатке жіберем, мен алып беруім керек болатын, сіздерді ресторанға апаруым керек болатын. Но бірақ сіздердің шешімдеріңіз ақшалай алу керек болды. Сіз жұмыстамын, өскеменге келе алмаймын дедіңіз. Мына кісі лучше фермалайын деді. Сондықтан кешелі бүгін бар деп, мен бүгін көрдім, мына кісінің ақшасы түскен екен. Мен де бүгін көрдім. Рахмет. Енді Үміткүл апай, сіз тоқтатып қойыңыз, енді бізге орысша жасау керек. Все, тоқтатам.